Нұх пайғамбардың қиссасы. Әлдиден эпосқа дейін отбасы хрестоматиясынан алынған. Нұх пайғамбардың әуелгі аты Жәскер еді. Көп жылағандықтан Нұх атанып кетіпті. Оның қауымы жаманға дос, жақсыға қас боп шыға келетін кілең кертартпа болды. Шалдарының аузының дуасы жоқ, малта езер мылжың. Ересектері ерегіс десе етігімен жата кететін. Қатындары өсек айтудан аузы босамайтын. Кісіге жала жабу үйреншікті іс болды. Жастары шетінен қыңыр, қырсық. Надандықтан құтылуға тырыспайтын. Бас қосса, жақсының жағасынан алдым деп мақтанатын. Жыл 12 ай өнбейтін дау қуатын. Қыздары күлегеш, ышқырлары бос еді. Боз балалары боқтық сөзбен сөйлеп, иба, әдептен жұрдай болды. Екі үйдің бірінде мас қылатын ішімдік дайындалатын. Той томалақ, сауық сайран, төбелессіз тарқамайтын. Түзелуге тырыспаған туыстары мен жалақор жақындарынан пайғамбардың көңілі қалды. Әбден ыза буғанда ел жұртына қарғыс айтып жіберді. Қарғыс дұғасы қабыл болып, Алла топан су жіберетін болды. Бір күні ол шаттанып тұрған ібілісті көрді. «Ей малғын, неменеге масаттанасың?» деп сұрады. «Сенің арқаңда менің тозағым толатын болды, соған қуанып тұрмын», деді. «Неге олай дейсің? Мен саған қандай жақсылық жасадым?» «Сен өз еліңе қарғыс айттың, ол қабыл болып топан су келеді. Апаттан қырылғандар менің тозағыма түседі». Мұны естіген Нұх өкініп, сабыр қылғанымда дұшпан дәл бұлай семірмес еді, деп көп жылдар бойы бас көтермей жылады. Алладан халқы үшін кешірім сұрады. Алла тағала Нұхтың зарын естіп, «Ей Нұх, енді маған залымдар хақында ештеңе деме. Олардың бәрі суға кетеді. Олар азғындап бітті. Үлкен бір кеме жаса. Тура жолды тапқысы келетін, ниеті түзуге кеменің есігі ашық болсын», деп бұйырды. Жебірейіл періште жұмақтан шынар ағаштың дәнегін әкелді. Оны пайғамбар таудың басына екті. Шынар ағашы алып бәйтерекке айналғанда, Нұх одан кеме жасауға кірісті. Осымен балалар, Нұх пайғамбарымыздың қиссасын аяқтаймыз. Енді келесі кезекте Нұхтың кеме жасауын тыңдағыларың келсе, менің каналыма тіркеліп, және де ертегі хикая қиссаларды соңына дейін тыңдай қойыңдар. Ал балалар, келесі кездескенше сау болыңдар.